Қайырлы күн, достар. Бүгін баклажан мен кабачкиден духовкада пісіріп алатын орама дайындайтын боламыз. Бұл тағамның ерекшелігі майда қуырылмайды. Баклажан мен кабачки духовкада пісіріледі. Ол үшін алдымен баклажанды жіңішкелеп, ұзынша етіп кесіп алып, бойына сіңіру үшін тұзды суға саламыз. Содан соң баклажанды судан шығарып алып, алдын ала ұнтақталып дайындалған сухариге аунатып аламыз. Сухариді қатырылған наннан жасауға да болады, немесе дайын магазиннен сатып алуға болады. Осылай екі жағын кезек-кезек аударыстырып отырып, сухариге аунатып аламыз. Дәл осылай кабачкиді де тұзды суға салып, одан соң тарелкаға судан шығарып бөлек аламыз. Екі жағын сухариге аунатып аламыз. Және духовкаға салатын ыдысқа ретімен қойып шығамыз. Содан соң духовкада 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша 10-15 минуттай қоямыз. Осы кезде ораманың ішіне салатын қоспаны дайындаймыз. Әуелі укроп, петрушка, сарымсақ, кинзаны ұсақтап турап аламыз. Оның үстіне қайнатылған жұмыртқаны турап салып, 2 ас қасық қаймақ құйып араластырамыз. Оның үстіне 200 граммдай алдын ала турап қойған сырды бірге салып араластырамыз да, духовкада дайын болған баклажан мен кабачкиді алып, бетіне массаны жағып, арасына кесілген қызанақ пен пекин капустасының жапырағын салып ораймыз. Дайын ораманы баклажаннан да кабачкиден де араластырып тарелкаға салып ұсынуға болады. Міне, достар, өте керемет, дәмді, пайдалы орама дайындалды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.